Сәлем достар, бүгінгі видеомызда мен сіздерге ашивер дәрісі туралы айтып түсіндіретін боламын. Оның қолданысы, қызметі, қалай салу керек, қандай малдарға жарайды, соны айтып түсіндіретін боламын. Бұл ашивер дәрісі өте мықты антибиотик дәрі болып табылады. Оны малдың 4 түліктің барлығына салуға болады. Итке де, түйеге де барлығына салуға болады. Сиырға да, жылқыға да, қойға да. Бұл дәрі өздеріңіз білетіндей бұрыннан қолданып келе жатқан дәрі ивермекке ұқсас. Сонымен екеуінің қызметі бір. Бірақ мына дәрі ивермек дәрісіне қарағанда антибиотик ішінде көп болғандықтан малға тез әсер етіп, малдың үстіндегі паразиттердің өлуіне көмектесіп, малды тез семіртеді. Малға салмағына қарай 1 миллиграммнан қосып отырыңыз. Және де сиырларға мойнының жанына салынады, көбінесе терісінің ішіне, подкожына, тері мен еттің ортасына, ал қойларға алдыңғы санына, қолтығына салынады. Жылқыға артқы санына салуға болады. Видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Комментарийде тағы да қандай дәрілерге осындай обзор түсірейін, қызметін, несін айтып, соны жаза кетіңіздер. Қазір 2 сиырға салу процесін көрсететін боламын. Қолымызды подкожына салып жатырмыз. Бір сағаттан кейін уколымыз действовать етіп, сиыр енді биттемейтін болады. Бұл дәрінің тағы бір ерекшелігі, бұдан кейін мал биттемей жақсы семіретін болады. Сиырдың салмағына қарай миллиграммен саламыз. Екінші сиырымызға да егіп жатырмыз. Бұл дәріні подкожына салу керек, кожының ішіне. 2 сиырға егіп қойдық. Мал қышынғаннан кейін үстіндегі жүні түсіп, мал арықтай бастайды. Бұдан кейін енді малымыз семіріп, жылтырайды денесі.